Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай сүт, жұмыртқаны қажет етпейтін, оңай дайындалатын, қытырлап тұратын нан дайындайтын боламыз. Ең бірінші ыдысымызға таза жылы қайнамаған су құйып, дрожжи мен қант салып араластырамыз. Дрожжи мен қантымыз езіліп, осылай суымыз біркелкі түсперу керек. Араластырған соң бір шетке қойып, басқа таза ыдысымызды аламыз. Осы ыдысқа ерінбей ұнымызды илеушіне өткіземіз, ерінбейміз. Бұл нанымыздың жақсы көтерілуі үшін керек. Керек ұнымызды илеп алғаннан кейін енді үстіне тұз салып араластырып аламыз. Міне жаңа ашытқымыз дайын болып қалды. Көріп тұрғандай жақсы араласқан, ашытылған. Енді осыны аз-аздан ұнға қойып, қолда бар затымызбен қамыр илейміз. Бұл қамыр негізінде қолға жабысқақ болады, сол үшін ұнды сала бермеңіздер, әйтпесе піскенде іші тығыздалып кетеді. Енді осыдан кейін майды аздап құйып, қолымызбен жалғастырамыз. Рецептіні түсіргенде қысқаша көрсете салуға болады әрине, бірақ та өзім подробный рецепт дейді ғой, толық. Сондай болған қалаймын, сонда адан яға дейін барлығы түсінікті болады. Описаниедегі 30 мг майдың барлығын құйдық. Енді қалған 70 грамм ұнды салып, бір басып аламыз. Оны да бағанағыдай айтқандай ерінбей илеуіштен өткізіп аламыз. Міне қамырымыз да дайын болайын деп қалды. Енді қалған майды қолымызға құйып алып, қамырымызды жинақтаймыз. Былай қарағанда негізі қиын көрінеді, ұзақ жасап жатқан сияқты. Бірақ өзіңіз бір жасасаңыз, осы нанды үйреніп аласыз, оңай, тез екеніне көзіңіз жетеді. Енді осылай жинақтап алғаннан кейін пищевая пленка дейді, сонымен бетін жауып немесе орамалмен де жауып қойға болады. Жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін осылай көтеріледі, оны тағы бір басып, екінші рет көтерілгенге дейін күтеміз. Міне екінші рет көтерілді, енді осылай пленкасын алып тастаймыз. Енді жұмыс столына ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіреміз. Бұл жерде ешқандай оқтауды керек емес. Себебі оқтаумен қолдансақ, бұл көтеріліп тұрған нанымыз басылып қалуы мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай пузыректер бар араларында. Енді осы нанды екіге бөлеміз, біреуін ала тұрамыз. Екіншісін қолмен ұн сеуіп, жақсылап қолымыз жабыса берсе, ұнды алып отырамыз. Осылай жаямыз да ақырын орай бастаймыз, батон тәріздес. Нанды орағанда бірақ тартпаңыздар, осылай жай ғана көтеріп ақырын орау керек. Ең соңына жеткенде осы астын қысыңқырап қоямыз. Екінші нанымызды дәл осылай қайталаймыз. Енді нанымызды осылай формаға салып 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Мен осылай пергамент қолдандым, себебі нанымыз шетке қарай көтерілмей, жоғары көтерілу үшін. Көтерілген нандарымыз піскеннен кейін одан ары қытырлақ болу үшін осылай үстіне су жағуға болады. Енді пешке жіберер алдын пышағымызды өткірлеп алып, осындай қиғашынан немесе ортасынан кесік жасаймыз. Қалауынша үстіне аздап ұн сепсеңіз болады. Мен жүгері ұнын аздап септім. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен кейін міне осындай қытырлақ, іші түгел пісіп жабыспайтын болады. Видеомды соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келесі видео рецептілерді көргіңіз келсе, арнама тіркеліп қойсаңыз болады. Сау болыңыз!